Армысыздар достар, бүгін сіздермен қаттама жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Мен 1 литрге жетер-жетпес жылы су алдым. Оған енді 1 чайный ложка тұз салып араластырамыз. Ары қарай ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Біздікі 7 қаттама шықты. Енді 7 зуаламыз дайын болды. Енді оны қаясып қалмас үшін бетін жауып қоямыз. Енді жайып болған қамырымызға сары май немесе маргарин жағатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға пісіретін боламыз. Енді екі шетінде майсыз қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Содан кейін май жағатын боламыз. Біз бұған енді сұйық май қолданамыз. Сұйық май қолданып, таза полотенцамен аударып отырамыз. Міне біздің қаттамамыз дайын болды. Анашымның үйреткен қаттамасы, балаларымның аға әжесінің қаттамасы өте дәмді. Тілі үйреді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.